29 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн күтпеген жағдайлар әкелуі мүмкін. Дей тұрғанмен де бұл жағдайлар сізді қуантады. Жаңа дүниеге қол жеткізу мүмкіндігі пайда болмақ. Бұл сізді бірден қызықтырып, басқа еш нәрсеге алаңдамайсыз. Кездесулеріңіз жақсы өтеді, тіпті сіз ерекше нәрсе күтпеген кездесулеріңіздің өзі де ойыңыздан шығады. Ескі қарсыластарыңыз сізді тыңдап қана қоймай, сізге қолдау көрсетуі де ғажап емес. Күннің бірінші жартысында жаңа бастамаларды қолға алуға болады. Бұл жұмысқа да, тіпті жеке қарым-қатынастарыңызға да қатысты. Сіздің идеяларыңыз көп адамға ұнайды. Батыл жоспарларыңыз міндетті түрде қолдау табады. Кейінірек сауда жасауға немесе келісімшарттарға қол қоюға маңызды әрі қолайлы сәт келеді. Ақшаға қатысты барлық жерде ішкі даусыңызға сенім артсаңыз болады. Торпақ, күннің бірінші жартысында көзіңізді қызықтыратын, ойыңызды бөлетін дүниелерден алшақ болыңыз. Бұл уақытта ең сақ деген торпақтардың өзі тәуекелге барғысы келіп, қысқа мерзімді тілегі үшін көп нәрсені бәске тігуді қалайды. Басыңызды жоғалтпаңыз. Салмақты шешімдер сізге шынымен де маңызды нәрселерге қол жеткізуге көмектеседі. Кейінірек шешімді әрекеттерден гөрі ойлануды қажет ететін уақыт келеді. Егіздер, күннің басында барлық нәрсені өзіңіз істегеніңіз жөн. Дәл осылай ғана сіз жақсы деген нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Сонымен қатар, көп уақытыңызды ұзақ түсіндірулермен қалай әрекет ету керек деген даудамайлы сұрақтарға уақыт жоғалтпайсыз. Сіз өзіңіз дұрыс деп санайтын нәрсені жасаған жөн және барлығы сәтті болатынына сеніңіз. Көптеген негіздер тәжірибесімен күрделі жағдайларды тез түсініп, көптеген қиындықтар әкелетін қателіктерден аулақ болады. Күннің екінші жартысы қарым-қатынастар үшін өте қолайлы уақыт дейді жұлдыздар. Сіз ренжіскен адамдармен татуласып, ескі байланыстарды қайта қалпына келтіре аласыз. Жеке кездесулеріңізде, достарыңызбен, жақындарыңызбен тілдесіп кездесулеріңіздің өзі де бүгінгі күні сәтті өтеді. Шаян, фантазияңызды, қиялыңызды іске қосыңыз. Дәл осы нәрсе сізге бүгінгі күні назар аударуды қажет ететін шаруаларда тез шешім шығаруға көмектеседі. Қандай сұрақтарды шешуге тура келсе де, өзіңізге сенімді болып, қажет болса көмек сұраудан қысылмаңыз. Жеке қарым-қатынастарда күрделі мәселелер туындамайды. Сіз жақындарыңызбен жақсы тіл табыса аласыз. Бүгінгі күні сіздің ерекше харизмаңыз ешкімді бейжай қалдырмайды. Жақын танысқысы, дос болғысы келетіндер де пайда болады. Интуицияңыз сізге кімге сенуге болатынын, кімге сенім артпау керектігін міндетті түрде білдіреді. Ең бастысы, оның үніне құлақ асуды ұмытпаңыз. Арстан, бүгінгі күні кез келген адамға сенім арта беруге болмайды. Сіз көп нәрсені шындық деп қабылдауға бейім боласыз және мұны кей адамдар өз бас пайдасына пайдаланып кетуі мүмкін. Ашық сөйлесуді тек ең жақын адамдарыңызбен ғана жүргізіңіз. Ал болашаққа жасаған жоспарларыңызды ешкіммен талқыламаған дұрыс. Көптеген қызықты идеялар пайда болады. Көпшілігін бірден іске асырғыңыз келеді. Дегенмен де іске кіріспес бұрын бәрін мұқият ойластырып алған абзал. Барлық идеяларыңыз бастапқыда жақсы көрінгендей сәтті бола бермейді. Кейбірін іске асырудан бас тартқан жөн. Бекеш, сізді қарбалас күн күтіп тұр. Көп нәрсе атқаруыңыз керек, сондықтан да уақытыңызды босқа өткізбеңіз. Сіз азға қанағаттанғыңыз келмейді және бұл өте жақсы, өйткені шын мәнінде де маңызды мақсаттарға жетуге мүмкіндігіңіз бар. Интуицияңыз сізге дұрыс серіктестерді таңдауға көмектеспек. Оның нұсқауларының арқасында сіз бірден кімге сенім артуға болады, ал кімге сенім артпау керек, осыны бірден түсінесіз. Қонақтарды қабылдау, үйдегі іс-шаралар мен жақындарға арналған мерекелерді ұйымдастыру жақсы өтеді. Өзіңіз үшін қымбат адамдарды қуантуға тырысасыз. Бұл өз кезегінде қарым-қатынастарыңыздың жақсаруына көмектеседі. Кешкі уақыт әсіресе ғашық бикештер үшін қолайлы уақыт болмақ. Романтикалық тосын сыйлар күтілуде дейді жұлдыздар. Таразы, қаржылық мәселелерді шешуге болады, тіпті ақша туралы ойлау пайдалы дейді жұлдыздар. Кірісті қалай арттыру керектігін ойлап табуыңыз мүмкін. Қосымша жұмыс пен міндеттемелерден аулақ боласыз. Алыстан келген адамдар қызықты ұсыныстар әкелуі мүмкін. Дегенмен де бүгінгі күн алатын ұсыныстарыңызға бірден жауап беруге асықпаңыз. Туыстарыңыз жақсы жаңалықпен қуантып, сүйікті адамыңыз сіздің көңіл күйіңізді көтерудің амалын табады. Үй ішінде мереке ұйымдастырғысы келетін немесе достарына қонаққа барғысы келетін таразыларды жақсы кеш күтіп тұр. Саршаян, күннің басында шиеленісті сәттерден аулақ болу қиынға соғуы мүмкін.
бір уақытта бірнеше шаруамен айналысу қажет болады және бұл сізге аса ұнай бермейді. Басқаларға бүгінгі күні әдеттегіден қарағанда сіздің көмегіңіз жиі қажет болып жатады. Қиын жағдайларға тап болғандарды қолдау үшін өз жоспарларыңызды өзгертуге де тура келуі мүмкін. Күннің екінші жартысы әлдеқайда тыныш өтеді. Бұл қарым-қатынастар үшін қолайлы уақыт. Сіз ескі байланыстарды қалпына келтіру, ренжіскен адамдармен татуласу мүмкіндігін жіберіп алмайсыз. Ескі досыңызбен кездесуіңіз жақсы өтеді. Сөйлесетін көптеген тақырыптар табасыз. Бірлесіп жүзеге асырғыңыз келетін жаңа идеяларды пайда болу ғажап емес. Мерген, шаруаларыңыз көп болады. Оларды жалғыз өзіңіз ғана атқарудың қажеті жоқ. Керісінше, сізге көмек қолын соза алатын сенімді адамдардан көмек сұраған абзал. Сонымен қатар, жаңа таныстарға да жүгінуге болады. Оларға сіздің идеяларыңыз ұнап, қолдау көрсетеді. Бүгін достық немесе іскерлік ретінде басталатын қарым-қатынастар көп ұзамай романтикалық сипатқа ие болуы да ғажап емес. Бірақ, мұның бәрі бірінші қадамды өзіңіз жасасаңыз ғана мүмкін болады. Кішкентай детальдарға да назар аударуды қажет ететін шаруаларды күннің екінші жартысына қалдырмауға кеңес береміз. Шаршауыңыздың себебінен маңызды нәрселерге назар аудару сіз үшін қиынға соғады. Сол себепті күннің екінші жартысында тек жеңіл шаруалармен ғана айналысыңыз. Тәуешкі, таңертеңгі уақытта асықпаңыз және маңызды шешімдер қабылдау барысында, маңызды шаруаларды атқару барысында өзгелерге сізді асығыстыруға рұқсат бермеңіз. Сізде бәрін ойластыруға, барлық артықшылықтар мен кемшіліктерді таразылауға, әртүрлі мүмкіндіктерді салыстыруға уақыт жеткілікті ақ. Күннің ортасында күтпеген пайдалы ақпаратқа ие болуыңыз мүмкін. Күннің екінші жартысы сапарлар үшін өте қолайлы. Жолға жалғыз шығасыз ба, әлде біреуді серік қылып аласыз ба, ол еш маңызды емес. Жолда қызықты танысулар да орын алуы мүмкін. Олар елеулі қарым-қатынастардың басталуына себеп болмайды, бірақ көптеген жағымды эмоциялар мен естеліктер қалдыра алады. Су қойғыш, бүгінгі күні ойға келетін алғашқы шешімдеріңіз дұрыс болмауы мүмкін. Тіпті қарапайым сұрақтарды мұқият ойластырып алған абзал. Тек осылайша сіз дұрыс жауаптарды өзіңіз таба аласыз. Интуицияңызға мұқият назар аудару қажет. Бірақ өзгелердің берер кеңестерінің барлығын бірдей тыңдай берген дұрыс емес. Өкінішке орай, адамдар сізді дұрыс түсінбей жатып, жағдайдың анық-қанығын білмей жатып, ойланбастан кеңестерін бере береді. Бүгінгі күні өзіңізге жақсы шаруалармен ғана айналысқан дұрыс, ал мүлде жаңа дүниелерді қолға алуға кеңес бермейміз. Сондай-ақ ойлап табуды және қиялды қажет ететін тапсырмаларды таңдағаннан гөрі, ұқыптылық пен назар аударуды қажет ететін шаруаларды таңдаған абзалырақ. Балықтар, бүгінгі күні оқиғалар жылдам дамиды. Сол себепті де сізге барынша белсенді болып, әр шаруаның қарқынына ілесе білу қажет. Сондықтан жүре-жүре үйренуге, жағдайды жылдам бағдарлауға және өз идеяларыңызды дереу жүзеге асыруға дайын болыңыз. Сіз бүгінгі күні шаруаларыңызды атқару барысында өрескел қателіктерге жол бермейсіз. Бұл басқаларды қатты таңғалдырады және сізге бұрыннан бері күмәнмен қарайтын адамдар қателіктерін мойындайды. Жоспарланбаған кездесулер орын алуы мүмкін. Сіз бұрын соңды көрмеген, мүлде өзгеше адамдарды жолықтыруыңызда ғажап емес. Сондықтан да қандай да бір керемет қарым-қатынастардың басталуы әбден мүмкін дейді жұлдыздар.